Арқалық деп аталатын елді мекен карта бетіне 1956 жылы түсті. Ақын, жанды қазақ халқы жер суына, тау жотасына есте қалатындай әсем де көркем атау беріп отырған. Соның бірі қала орналасқан жазықтың Қызыл Қозы атауы. Осы қызыл топыраққа аунаған қозылар әп сәтте түсін өзгертіп, құлпыра түскен. Кішкене сүйкімді төлді, қашанда еркелете сөйлейтін малшылар жерді де Қызыл Қозым деп атап кеткен. Келешекте жер бетіне жақын жатқан Ордалы боксит қорының әсем қалаға бой түзерін кім білген. Боксит кен қорын зерттеу мақсатында негізгі көлік жолдарынан, әкімшілік орталықтардан алыс жатқан Қызыл Қозы іргетасын кеңейтіп, көп ұзамай Арқалық атты жұмысшылар мекені атауына ие болды. Уақыт күттірмей-ақ Қызыл Қозы елді мекені жаңаша Арқалық қаласы статусына ие болды. Арқалық еңселі мекен. Жер теліміне қарасақ еліміздегі ең үлкен қала, себебі оның көлемі бірнеше елді мекенді қамти келе 15587 шаршы километр жерді алып жатыр. Бұл орайда жергілікті тұрғындардың туған қаласын Арқалығым еңселі биік мекенім, киелі құт мекенім деп айтуы бекер емес. Даңқты тарихыңды жазар халық, өткенің кетпесе де тазарланып, айбыны асқақ қылам не көрмедің, болашағың кетпеп беді бозаңданып. Азат ғасыр лебі ұрып келешекке, шайылумен келеді тозаң анық. Армысың 67 жылдың куәгері, өр елсің мойымаған қазал анық. Қызарған күнде ұйықтатып Қызыл Қозым, арайлы атқан таң ғашап анық.